Одан кейін бисмиллахир-рахманир-рахим деп намазға кіресіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим яғни мейірімді, рахымды Алла тағаланың атымен бастаймын дейсіз. Алла тағаланың атымен басталмаған кез келген іс берекесіз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай. Сөйтіп Фатихаға кіресіз. Альхамдулиллахи раббил аламин. Әлемдердің Раббысы болған Алла тағалаға мақтаулар болсын. Әлемдердің Раббысы деген кезде сіз бүкіл барлық нәрсені елестетіңіз. Қандай сіз білетін үлкен нәрселер бар, қандай күшті нәрселер бар. Мысалы біздің осы дүниенің өзі ғұламалар зерттеп не деп жатыр? Мысалы бір жұлдыз бен екінші жұлдыздың арасының ара қашықтығы мынанша дейді. Оның үлкендігі мынанша дейді. Енді осы бүкіл әлем Алла тағала жаратқан күрсидің жанында шөл далада құмда жатқан бір жүзікке ұқсайды. Осы бүкіл планетаның барлығы. Сол күрси аршының жанында тура сондай. Яғни сондай ұлы нәрселердің барлығының Раббысы Алла тағала. Сіз альхамдулиллахи раббил аламин деген кезде Алланың қаншалықты ұлы екендігін жүрегіңізде сезінуіңіз қажет. Ең майда нәрседен бастап, ең үлкен нәрсеге деген барлық Алла тағаланың жаратылысы, Алла тағала сол нәрселердің барлығының Раббысы. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Ол Алла мейірімді, рахымды. Алланың мейірімді, рахымды деген екендігін оқыған кезіңізде Алланың сізге беріп жатқан бүкіл жақсылықтарын, нығметтерін есіңізге алуыңыз қажет. Соны сезінуіңіз керек жүрегіңізбен. Алла тағала мұсылмандарға иншалла бұл дүниеде де рахим, бұл дүниеде де иншалла оларға мейірімді, рахымды және ақиретте де. Енді кәпірлерге байланысты ғұламаларымыз айтады ғой: рахману дуния ва рахимул ахира. Алла тағала бұл дүниеде рахман, ақиретте мұъминдерге, иман келтіргендерге рахим дейді. Алла субханала ва тағала сізге дінді берді ме, хидаятты берді ме, онда Алла субханала ва тағала сізге ең үлкен мейірімділікті жасады. Ең үлкен бақытты берді, ең үлкен жақсылықты берді. Бұл өзін тану, өзіне иман келтіру, басыңызды сәждеге қою. Бұл Алла субханала ва тағаланың сізге көрсеткен ең үлкен мейірім, ең үлкен жақсылық. Оның жанында басқа еш нәрсе, енді басқа нәрселердің барлығы еш нәрсе болмай қалады. Алла субханала ва тағала сол 6 миллиард адамның ішінен сізді таңдап, өзіне құлшылық ететіндерден етті ме, бұл сіз үшін ең үлкен бақыт. Алла субханала ва тағала Құран кәрімде: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната фақад фаз." Кім тозақтан ұзақтатылып жәннатқа кіргізілетін болса, жәннатқа кіретін болса, міне осы шынайы жетістікке қол жеткізген адам дейді. Яғни Алла субханала ва тағала сізге жеңістің ең үлкенін беріп жатыр, бақыттың ең үлкенін беріп жатыр. Ол өзін тану, өзіне иман келтіру, өзіне құлшылық жасау бақыты. Ар-рахманир-рахим деген кезде, яғни сіз осы ең ұлы нығметті сезінуіңіз қажет. Одан басқасының барлығы болмашы нәрсе. Али радиаллаху анху айтқандай: "Ал-ғина вал-фақру ба'дал абди алаллах." Шынайы байлық, шынайы кедейлік ертең Алла тағаланың алдындағы есептен кейін болады деді. Алла тағаланың алдындағы есептен кейін болады. Одан алдыңғы бақыт, байлық, мансап, оның барлығы болмашы нәрсе. Егер сіз сол Алла тағаланың алдындағы есептен иншалла сүрінбей өтетін болсаңыз және жәннатқа кіретін болсаңыз, міне сол кезде сіз шынайы жетістікке қол жеткізген боласыз. Ал Алла субханала ва тағала сол жетістіктің сізге кілтін беріп тұр. Адам Алла тағаланың алдына барған кезде иманнан кейінгі ең бірінші сұралатын нәрсесі намаз. Сіз сол намазда тұрсыз. Яғни бақыттың кілті сіздің қолыңызда тұр. Алла субханала ва тағала сізге сол кілтті берді. Сіз үшін Алла тағала рахман рахим. Сол бір бақытты адам жүрегінде сезінуі қажет. Малик яумиддин. Сол мейірімді, рахымды Алла қиямет күнінің патшасы. Ертең қияметте сізден есеп алатын, сізге сауап күнәні беретін Алла субханаху ва тағала. Ондай болатын болса, сіз бұл дүниеде Алланың разылығын іздеп өмір сүруіңіз қажет. Адамдардың разылығын емес. Себебі біз қазір айтып кеткендей, шынайы бақыт, шынайы бақытсыздық бұл ертең Алла тағаланың алдындағы есептен кейін болады. Ал сол күннің патшасы Алла тағала. Ондай болатын болса, сол Алланың разылығын іздеп адам өмір сүруі қажет. Яғни Малик яумиддин деген кезде осы нәрселерді адам жүрегінен өткізуі қажет. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Саған ғана құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем тілейміз. Яғни Алла тағала
әлемдердің, бүкіл әлемдердің Раббысы болса, Алла мейірімді, рахымды болатын болса, сіздің пайда зияныңыз, рызық несібеңіз Алланың қолында болатын болса, қиямет күнінде ертең жәннаты тозақы болуыңызда, жұмақтық немесе тозақылық болуыңызда Алла тағаланың қолында болатын болса, онда кім құлшылыққа лайық? Алла тағала құлшылыққа лайық. Және жәрдем тілеуге кім лайық? Алла тағала лайық. Сол үшін де ияка нәъбуду ва ияка настаин деп осыны біз жүрегімізден тағы да бір өткізуіміз қажет. Алла тағала әлемдердің Раббысы болса, мейірімді, рахымды болса, қиямет күнінің патшасы болатын болса, жалғыз құлшылыққа лайық, жәрдем тілеуге лайық өзі болатын болса, енді осының барлығын жүрегімізден өткізгеннен кейін Алла тағаладан не сұраймыз? Алла тағаладан дүние сұраймыз ба, мансап сұраймыз ба, Алла тағаладан бұл дүниенің болмашы бір нәрсесін сұраймыз ба, не сұраймыз? Ең адам үшін маңызды болған нәрсені сұраймыз. Ол бұл дүниеде тура жолда болу. Сол үшін де ихдина сиратал мустақим. Алла, бізді өзіңнің тура жолыңа баста дейміз. Тура жолыңа баста. Ол жолда кімдер жүріп бара жатыр? Ол кімдердің жолы? Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сенің нығметіңе бөленгендердің жолы. Алланың нығметіне бөленгендер кімдер? Алла субханаху тағала ол жайында айтады. Улайка аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухада вас-салихин. Алланың нығметіне бөленгендер олар пайғамбарлар, шыншылдар, шахидтер, ізгі адамдар. Міне осылар Алла тағаланың нығметіне бөленген адамдар. Енді біз Алла субханаху тағаладан сол өзінің нығметіне бөленген пайғамбарлардың, ізгілердің, шахидтердің жолын сұраймыз. Ол жолды сұрағаннан кейін сол жолда жүруге әрекет ету қажет. Біз кімнің жолында кетіп бара жатырмыз? Кімнің жолында кетіп бара жатырмыз? Пайғамбарлардың жолында ма? Пайғамбарлар қандай еді? Пайғамбарлардың жолында жүріп бара жатсақ, жүріп бара жатырмыз деп ойласақ, пайғамбарлар қандай еді? Олардың Алла тағаламен мәмілесі қандай еді? Шыншылдардың, сиддиқтардың, Әбу Бәкір радиаллаху анхудың Алла тағаламен қарым-қатынасы, мәмілесі қандай еді? Біз шынында да солардың жолында жүріп бара жатырмыз ба? Немесе Қарунның, әлгі дүние деген Қарунның, немесе бәрінен өзін жоғары қойған, тәкаппар болған Фирауынның жолында кетіп бара жатырмыз ба? Біз қарап көрейік, кімнің жолында жүрміз? Істеп жатқан істеріміз, әрекеттеріміз кімнің іс-әрекеттеріне ұқсайды? Пайғамбарлардың іс-әрекеттері ме, немесе Фирауын, Хаман, Қарун, Намрудтардың іс-әрекеті ме? Алла тағаладан дұға тіледік пе, сол дұғаға жараса әрекет етуіміз қажет. Ғайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Және Алла тағаладан сұраймыз, Алла, бізді ашуыңа ұшыраған адасқандардың жолынан сақта дейміз. Олар кімдер? Олар яһуди, насранилар және соларға ұқсағандар. Яһудилер, насранилар және соларға ұқсағандар. Біз Алла субханаху тағаладан сұрап жатырмыз, Алла, бізді солардың жолына салма, олардың жолынан бізді сақта деп Алла субханаху тағаладан сұрап жатырмыз. Бірақ шынында да іс-әрекетіміз сондай болып жатыр ма? Көп жағдайда солардың тәрбиесін береміз. Соларға ұқсауды мәдениет деп білеміз. Солардың түсініктеріне адамдар шақырып жатамыз. Алла субханаху тағаладан сұрап жатыр ғой, Алла, бізді олардың жолынан сақта деп. Олар кімдер? Мағдуби алейхим валад-даллин. Алланың ашуына ұшырағандар, адасқандар. Алла субханаху тағаладан, Алла, бізді оларға ұқсаудан сақта дедік па, онда өзіміз соларға ұқсамауға әрекет етуіміз қажет. Мен ташаббаха биқаумин фахуа минхум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кімге ұқсамақшы болса, кімге еліктесе, ұқсауға тырысса, ол солардан деді. Ол солардан деді. Ондай болатын болса, біз қарауымыз керек. Біз кімдерге ұқсап жүрміз? Кімнің тәрбиесін беріп жатырмыз? Бала шағамызға қандай тәрбие беріп жатырмыз? Пайғамбарлардың, шахидтердің, ізгілердің жолы ма, немесе ашуға ұшыраған адасқандардың жолын біз үйретіп жатырмыз ба? Өзіміз қай жолда жүрміз? Осының барлығын жүрегімізден өткізіп, жүрегімізде сол нығметке бөленгендерге деген сағынышты, соларға деген махаббат сезінуіміз қажет, және әлгі адасқандардан, олардың жолынан жүрегімізде тітіркену, бір жиіркеніш сезінуіміз қажет. Егер сондай сезімде тұрып, біз иншалла фатихамызды оқитын болсақ,
Алла субханала тағала ондай намаз жайында, ондай фатиха жайында айтады: егер пендем, Алла субханала тағала айтады: қасамту салата байни ва байна абди нисфайн, мен намазды өзім мен пендемнің арасында бөлдім дейді, екіге бөлдім дейді. Нисфуха ли ва нисфуха ли абди, жартысы маған, жартысы пендеме дейді. Яқулул абд алхамдулиллахи раббил аламин, пендем әлемдердің Раббысы Аллаға мақтау болсын дейді. Фаяқулуллаху азза ва жал хамадани абди ва асна алейя, пендем мені мақтады деп айтады дейді. Ол да әлбетте жүректен шығатын болса. Және ар-рахманир рахим десе, Алла тағала тағы да асна алейя абди, пендем мені ұлықтады деп айтады. Малик яумиддин десе, маджалани абди, яғни тағы да пендем мені ұлықтады, мені мақтады деп айтады дейді. Басқа бір риуаятта фауада илайя абди, пендем өзінің ісін маған тапсырды деп айтады дейді. Ияка набуду ва ияка настаин, я Алла, саған ғана құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем тілейміз десе, хаза байни ва байна абди ва ли абди ма саал, енді бұның жақсылығы мен мен пендемнің арасында, және пендеме сұрағанын беремін деп айтады дейді. Және ихдина сиратал мустақим сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-даллин десе, Алла субханала тағала хаза ли абди ва ли абди ма саал, бұл пендеме, яғни мен сұрағанын беремін деп Алла субханала тағала айтады деді. Егер фатихамыз әлгіндей жүрегімізден шықса, біздің оқып жатқан қырағатымыз тілдің емес жүректің қырағаты болатын болса, онда Алла субханала тағала ондай фатиханы, ондай намазды мен пендеммен өзімнің арамда бөлдім деді. Шынында да иншалла сондай оқылған намаз болады. Ал егер фатиханы оқып тұрып, ойымыздың барлығы басқа жақта болатын болса, тәніміз михрабта тұрғанымен жанымыз басқа жақта болатын болса, онда бұл пенде мен Алланың арасында бөлінген, әлгі сіз айтып жатқан әрбір сөзіңізге Алла тағала жауап беріп тұратын намаз болмайды. Керісінше, ол намаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келгендей, біз алдыңғы дәрістерде оқып бердік. Бір адам намаз оқиды, намазының оған 3-тен 1-і де, 6-дан 1-і де, 10-нан 1-і де жазылмайды дейді. Өкінішке орай сондай намаз болып қалады. Алла субханала тағала ондай намаз оқитындардан, немқұрайлықпен намаз оқитындардан болудан Алла субханала тағала сақтасын. Иншалла дәрісімізді келесі апталарда жалғастырамыз. Алла субханала тағала бәрімізге сондай ықыласпен намаз оқуды нәсіп етсін, баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.